Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Экранға назар аударсаңыздар, бұл заттарды біріктіріп тұрған ортақ қасиет бар. Яғни, бұл заттардың құрамында қышқылдар бар. Қышқылдар тақырыбы сіздерге 7-ші сыныптан таныс. Бүгін сол тақырыптың жалғасы ретінде кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қышқылдар, олардың құрамы, жіктелуі, аталуы және химиялық қасиеттері. Сабағымыздың мақсаты қышқылдардың жіктелуін, қасиеттерін білу, химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру. Қышқыл дегеніміз құрамында металл атомдарымен алмаса алатын бір немесе бірнеше сутек атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар. Қышқылдардың агрегаттық күйлері әртүрлі болады. Мысалы, азот, тұз, күкірт қышқылдары сұйық, фосфор және бор қышқылы қатты, кремний қышқылы суда ерімейтін іркілдек зат. Көмір және күкіртті қышқылдары тұрақсыз, оңай айырылады. Сіздерге суретте екі түрлі қышқыл бейнеленген. Біріншісі қатты бор қышқылы, екіншісі сұйық күйдегі хлорсутек немесе тұз қышқылы. Қышқылдардың және қышқыл қалдықтарын аталуы кестесі сіздердің оқулықтарыңызда бар, яғни 44-ші параграфтегі 23-ші кестеге назар аударасыздар. Бұл кестеде қышқылдардың формуласы, қышқылдардың аталуы, қышқыл қалдықтардың валенттіліктері және қышқыл қалдықтардың атаулары берілген. Мысалы, H хлор тұз қышқылы, қышқыл қалдығы хлорид деп аталады. Хлоридтер бір валентті. HNO3 азот қышқылы, қышқыл қалдығы NO3 нитрат деп аталады, бір валентті. Сол тәрізді екі валентті және үш валенттіда қышқыл қалдықтары бар. Жоғарыда сіздерге анықтамада айтылғандай қышқылдардың формуласына назар аударсаңыздар, қышқылдар сутегі атомынан және қышқыл қалдығынан тұратындығы осы кестеде бейнеленген. Фосфор қышқылы H3PO4. Қышқыл қалдықтары дигидрофосфат бір валентті, гидрофосфат екі валентті және фосфат үш валентті. Қышқылдардың индикаторға әсеріне келетін болсақ, лакмус қышқылды ортада қызыл түске боялады. Метил оранж қышқылды ортада қызғылт түске боялады. Фенофталин қышқылдық ортада түсін өзгертпейді. Қышқылдардың жіктелуі. Қышқылдар құрамында оттек атомының бар жоғына қарай оттекті және оттексіз болып, құрамындағы сутегі атомдарының сандарына қарай бір негізді және көп негізді болып бөлінеді. Оттекті қышқылдар мысалдарына назар аударсаңыздар, оттекті қышқылдардың құрамында оттек атомы болады. Оттексіз қышқылдардың құрамында оттек атомы болмайды. Бір негізді қышқылдардың мысалдарына назар аударсаңыздар, сутек атомының саны біреу болады, ал көп негізді қышқылдардың құрамында сутек атомының саны 2 немесе 3 болады. Қышқылдар қалай алынады? Бірінші, қышқылдық оксидтерді сумен әрекеттестіру арқылы алуға болады. Мысалда, фосфор қышқылы сумен әрекеттесіп, фосфор қышқылын түзіп тұр. Екінші, тұздар концентрлік қышқылмен әрекеттескенде алынады. Натрий нитратына күкірт қышқылын қосу кезінде натрий сульфаты және азот қышқылы түзіліп тұр. Үшінші, сутек бейметаллмен тікелей әрекеттесіп алынады. Бұл мысалда сутек хлормен әрекеттесіп, хлор сутек түсіп тұр. Берілген реакция теңдеулерін дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Ал енді қышқылдардың химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Қышқылдар металдардың кернеу қатарында сутекке дейінгі орналасқан металдар қышқылдармен әрекеттесіп, сутек газын бөліп шығарады. Яғни, кернеу қатарында сутекке дейін орналасқан мырыш тұз қышқылмен әрекеттескен кезде мырыш хлоридін және сутек газын бөледі. Реакция теңдеуі сіздерге берілген. Екінші, негіздік оксидтермен әрекеттеседі. Негіздік оксид
қышқылмен әрекеттесіп, тұз және су түзіп тұр. Үшінші, қышқылдар негіздермен әрекеттеседі. Натрий гидроксиді қышқылмен, яғни азот қышқылмен әрекеттесіп, натрий нитраты және су бөліп тұр. Сіздер білетіндей, қышқылдар мен негіздердің арасында бейтараптану реакциясы жүреді. Яғни үшінші реакция теңдеуі бейтараптану реакциясына мысал бола алады. Төртінші, қышқылдар тұздармен алмасу реакциясына түседі. Мысалда көріп тұрғандай, натрий карбонаты тұз қышқылмен әрекеттесіп, натрий хлоридін су және газ бөліп тұр. Айта кететін мәселе, карбонаттар және де сульфидтер қышқылмен әрекеттескенде тұз, су және газ бөлінеді. Қазір тапсырмалар орындаңыздар. Бірінші тапсырма: қышқылдарды негізділігіне қарай жіктеңіз. Екінші тапсырма: логикалық тапсырма. Тапсырмаларды орындап, маған SMS арқылы жолдауларыңызға болады. Және бүгінгі сабаққа қатысты пікірлеріңізді де маған жолдауларыңызға болады. Үйге тапсырманы жазып алыңыздар. 45-ші параграф, А деңгейінің 5-ші тапсырмасы, Б деңгейінің 2-ші тапсырмасы. Сіздерге сабақ ұнады деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.